Бүгін біз ерекше адамдардың еңбек, ерік-жігер және өмірге деген құштарлық туралы таңғалдырар оқиғаларды айтамыз. Бұл жай ғана медициналық жағдайлар емес, бұл адам жанының мықтылығын дәлелі. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтан Мұса арнасы. Ең бірінші арнаға жазылып, лайк басып кет. Біз бастаймыз. Эбби мен Эрин Дейлини. Бұл қос қыз сирек кездесетін краниопак егіздері болып дүниеге келген. Олардың бас сүйектері бір-біріне жауысып тұрған. Дәрігерлер бірнеше жыл бойы дайындалып, 11 сағаттық күрделі операция жасады. Қазір олар өмірді қайта үйреніп жүр. Жүру, сөйлеу, ойнау, олардың тарихы үміт ешқашан сөнбейтінін дәлелдейді. Махендра Ахервар. Үндістандық Махендра мойын омыртқасының ауруына байланысты басы 180 градусқа еңкейіп өсті. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі адамдар көмектесіп, дәрігерлер оған күрделі операция жасады. Махендраның өмірі мейірімділік, адам жүректерін біріктіре алатынын көрсетеді. Кетти Рейнфро. Кетти гигантизм деп аталатын гормондық бұзылумен өмір сүреді. Бұл оның денесінің өте тез және ерекше түрде өсуіне себеп болды. Бірақ ол өз ерекшелігін жасыру емес, керісінше қабылдауды таңдады. Кетти әлемге өзіңді қалай барсын, солай жақсы көр деп үлгі көрсетіп жүр. Версавия Борон Кончарова. Версавияның жүрегі кеуде торының сыртында орналасқан, өте сирек диагнозбен дүниеге келген. Дәрігерлер оның ұзақ өмір сүруіне күмән келтірген еді. Бірақ Версавия бәрін таңғалдырды. Ол билейді, күледі, армандайды. Оның күлімсіреуінің өзі өмірдің ең үлкен сый екенін еске салады. Біз мектепке барғанда максимум жолды кесіп өтеміз. Қарнымыз ашса, самыс аламыз, автобус болса мінеміз. Ал әлемнің кейбір балаларында мектепке бару нағыз өмір мен өлім арасындағы күрес. Бүгінгі видео ең керемет видеолардың бірі болды. Шай ішіп, осы видеоны көр. Қызықты болды. Осы видеода сендерге жер бетінде мектепке жетудің ең қауіпті жолдарын көрсетемін. Кеттік пе? Сонына дейін тыңда. Өзіңді бағалай бастайсың. Онда біз бастайық. Қытай жартастағы жарты метрлік жол. Қытайдың Гюджу провинциясында Генгуан деген ауыл бар. Сол ауылдың балалары күн сайын мектепке жету үшін жартас үстімен, ені 50 сантиметрден аспайтын жолмен жүреді. Ойланып көрші, қабырғаға жауысып тұрсын, астында 100 метрлік терең жар. Сен енді сабаққа емес, квестке бара жатқандайсың. Бұл жол арнайы салынған жоқ. 40 жыл бұрын су арық ретінде жасалған. Ең қызығы қауіпсіздеу басқа маршрут бар, бірақ ол 2 сағат уақыт алады. Сондықтан таңғы 7-тен бастап балалар жартасқа жабысып, ирелеңдеген жолмен мектепке кетеді. Ал ата-аналардың жұбататын жалғыз нәрсе 49 оқушыны бір тәжірибелі мұғалім ертіп жүреді. Ойланша, біз болсақ мектеп алыс деп жата береміз. Индонезия арқан арқылы өзеннің үстінен өту. Достар, арнаға жазылдым ба? 3-ке шейін санайын. 1, 2, 3 жазылдым ба? Ona сен мықтысың. Ал енді Индонезияға келейік. Суматра аралында Паданг қаласында жақын маңда шамамен 20 бала мектепке жету үшін арқан арқылы өзенмен өтеді. Енді былай елестет, арқан судан 1 метр ғана биіктікте. Ал астында лайлы, қатты ағынды өзен. Қолмен ұстап арқанға асылып баяу жылжып өтеді. Бірақ бұл тек бастамасы. Өзеннен кейін олар тағы 11 шақырым жуңғылдың ішіне өтеді. Бұл жағдай 2 жылдан бері жалғасып келеді. Себебі бұрын болған аспалы көпірдің өстелері жауын шайып кеткен. Біз болсақ машина жоқ, такси жоқ деп жылаймыз. Неге? Филиппин дөңгелекпен жүзіп өту. Филиппиндегі кей ауылдарда балалар мектепке бару үшін көліктің ішкі шиналарына отырып өзеннен жүзіп өтеді. Бір доңғалаққа 2-3 бала жабылып отыратты, суды кесіп өтеді. Өйткені басқа жол мүлдем жоқ. Вьетнам ескі арқан көпірлер. Вьетнамның кей таулы аймақтарында балалар сыныпқа жету үшін тар, тозған арқан көпірлерден өтеді. Кей жерлерде үзілген тақтайлар сынған. Астында ағынды өзен. Бір қателік қайтып оралмауын мүмкін. Бірақ олар мектепке күнде осылай барады. Өйткені білім олардың жалғыз мүмкіндігі. Колумбия троспен сырғу. Колумбияның Нуырманды аймақтарында кей оқушылар мектепке бару үшін болат тросқа ілініп, өзеннің үстінен құс сияқты сырғып өтеді. Қашықтық кейде 400 метрге дейін барады. Егер қолына дұрыс ұстай алмасаң, астында жартастармен өтеді. Кейбіреулер тіпті сөмкелерін аяққа байлап алады.
себебі екі қолда керек. Міне достар, біз ертегі сияқты деп ойлайтын нәрсе біреудің күнделікті өмірі. Біреулер сабаққа жету үшін өмірін қатерге тігеді. Ал біз секілдер үшін мектеп 5 минуттық жол, автобус немесе такси, тіпті кейбіреулерінде онлайн. Білімге деген мұнша құрмет бізде де болса ғой. Егер осы оқиғалар сені таңғалдырса, міндетті түрде лайк бас, комментке жаз, қай елдің жағдайы сені ең қатты шошытты. Егер осындай формат ұнаса, келесі видеода әлемнің ең қауіпті жануарлары, ең қауіпті көпірлері немесе экстремалды ауылдарын көрсетемін. Көріскенше.